Қайырлы күн YouTube арнасының көрермендері және кітап сүйер қауым. Жалпы қазақ әдебиеті мистикалық сюжеттерден кенде емес. Осы жанрда қазақ жазушылары біраз еңбектенді. Сондай талантты қаламгерлердің бірі Төлен Әбдіков. Жалпы Төлен Әбдіковтің жазушылық қасиеті туралы айтқанда, оның екінің бірінің батылы бара бермейтін әлеуметтік мәселелерді жеріне жеткізе жазатындығы, парасаты биік, сондай ой ұшқырлығымен зерттеп зерделей алатындығы әдеби ортада жоғары бағаға ие. Қиялы ұшқыр суреткердің қолтаңбасы аз жазса да саз жазатындығымен, қысқа әрі нұсқа жазатындығымен ерекшеленеді. Бұл туралы Дулат Исабеков былай дейді: жалпы Төлен бұрқыратып жазатын жазушы емес. Ол әлі күнге шейін сол ырғағын сақтап келеді деп өте орынды айтқан. Ол қай мәселені қозғаса да, қай заманның шындығын жазса да, адами проблемаларды алға тартатындығымен көзге түседі. Енді қаламгердің шығармашылығына аз кем тоқталып өтейік. Негізі адам жаны өте күрделі әлем. Жазушының осы тақырыпты жазған «Парасат майданы» повесін оқығандарыңыз бар шығар. Мұнда адам жанының екіге айырылып, санасындағы майдан мәдениетті іздеймін деп өркениетте адасып кеткен тағдырын суреттейді. Адам жанының азғындық жолға түсіп, азып тозуынан рухани апат алдында тұрғандығы айтылады. Бас кейіпкер осы жан арпалысының кесірінен ақыры өз-өзіне қол жұмсайды. Осы бір үлкен идея қаламгердің оң қол әңгімесінен бастау алған секілді. Бар жоғы 25 жасында жазған осы бір шығарма Төлен Әбдіковтің әдеби ортада тез танылуына бірден бір себеп болды. Әңгімеде дәрігер жігіт өзінің басынан кешкен оқиғаны баяндайды. Ол өзінің психиатриялық клиникаға жұмысқа кіргенін, ондағы алғашқы еңбек жолында емделушілердің мінез құлқын, іс әрекетін өзінің тұжырымы бойынша пайымдайтынын әңгімелейді. Ал осы шығарманың басты кейіпкері Алма есімді бойжеткен еді. Туындының оң қол деп аталуына мына бір оқиға себеп болады. Наурыз айының аяқ кезінде бізге 17 жас шамасындағы бойжеткен қыз түседі. Ата-анасы қабылдау үстінде бойжеткеннің өзін-өзі бірнеше рет қылғындырып өлтірмек болғанын айтады. Маңындағылардың араласуымен аман қалған. Ал дәл осы жерде қыз бала бізге мүлде басқаша айтады. Ол бізге мені өлтіргісі келіп жүрген мына қол. Бұл қол менікі емес, бұл маған қастандық жасағысы келіп жүр деп өзінің оң қолын көрсетеді. Бізде мұны ішкі тұлғаның екіге жарылуы деп атайды. Психопатологияның бір түрі, яғни ішкі дененің екіге жарылуы. Бір дененің ішінде екі түрлі жанның қатар немесе кезектесіп өмір сүруі. Әңгімедегі оң қол адам жанрының иіріміндегі қайшылықтар. Жас қыздың осы бір тағдыры кімді болса да таң қалдырмай қоймайды. Әңгімеге қайта көшейік. Дәрігер қызды үнемі бақылауда ұстайды. Бір күні дәл осы жағдайды өз көзімен көреді. Қаншалықты көмек бергісі келсе де, қалай аңдып бақса да, қыз оқиға соңында өзінің оң қолынан ажал құшады. Жалпы кез келген оқиғаның немесе кез келген жазбаның өмірде болуы шарт емес. Ең бастысы жазушының оны өмірде болғандай етіп суреттеп оқырманның жүрегінен жол таба алуы. Негізі бұл жердегі басты идея да өмірдегі кез келген адам қандай қиындыққа ұшыраса да, өзіне қандай зұлымдық жасаса да, оның барлығы өзінің кесірінен, өзінің қолынан табатындығын айтқысы келді. Бұл дастархан басындағы жазушы мен дәрігер арасындағы әңгіме еді.
Шынай болған оқиғадан ой түйесіз, іштей тұжырым жасайсыз. Оң қол өмір мен өлімнің, жақсы мен жаманның, ақ пен қараның арасындағы күрес сияқты. Жалпы, ізгілік пен зұлымдықтың бітіспес күресінде махаббат пен шындық үстемдік құруы тиіс. Шығармадағы осы бір түйінді жазушы ашық баяндамайды, оқырманның ой талқысына салады. Төлен Әнтіктің негізінен қай шығармасы болмасын, адамгершілікке, ізгі қасиеттерге, жақсылыққа баулып отырады. Әңгімені кеңінен түсінгіңіз келсе, Төлен Әбдіктің «Парасат майданы» кітабын оқып көріңіз, оқырман.